Армысыз ағайын, Маңғыстау телеарнасының тікелей эфирінде ауыл және әкім хабары, студияда Игерім Ашықбаева. Бағдарламамыздың бүгінгі саны Бейнеу ауданына қарасты Есет ауылына арналады. Ендеше алдымен ауыл тынысымен танысып өтейік. Ауылдың аумағы 45.900 гектар, халық саны 868, тұрғын үй саны 154, экономикалық белсенді халық саны 508. Ауылда бір мектеп, бір балабақша, Есет фельдшерлік акушерлік пункті, ауылдық клуб, ауылдық кітапхана бар. Сондай-ақ ауылда 2 шайхана, 4 дүкен, 5 шаруа қожалығы қызмет етеді. Бейнеу ауданына қарасты Есет ауылының әкімі Ескендір Бердібекұлы студия түрінде қонақта. Қош келдіңіз, кеш жарық. Алдымен сізге алғашқы сұрақ Есет ауылының әлеуметтік экономикалық жағдайы, жалпы жыл басынан бері жеткен жетістіктер туралы айтып өтсеңіз. Ассалаумағалейкум қазақ елі, Маңғыстау жұрты. Кеш жарық Есет ауылы 1967 жылы мұнайшылар поселкесі болып құрылған. Сол құрылған жылдан бастап, осы уақытқа дейін 51 жыл уақыт өтті. Қазіргі таңда жеткен жетістіктерімізге жететін болсақ, биылғы жылдың өзінде былтыр ең үлкен жетістіктердің бірі былтыр құрылысы басталған ауылға жоғары кенеулі электр желісі тартылып, қазіргі таңда жұмыстары жүргізіліп жатыр. Сонымен қатар Ақбұлақ бағдарламасы бойынша ауыз су құбыры құрылысы басталған болатын. Сол құрылыс нысандарының жұмыстары жүріп жатыр. Және де сонымен қатар ауыл жастары аудандық, облыстық демеушілердің көмегімен, ауыл жастарының бастамасымен Есет жастарына, ауылдағы оқушыларға және жастарға жаттығу залының құрылысы күні кеше ғана басталған болатын. Біздің жетістіктерге келетін болсақ, жалпы мектепте, мәдениет үйінде, кітапханада өзіміздің жетістіктеріміз айтарлықтай жетерлік. Соның бірі Жәнжігітов Ақерке дейтін оқушымыз туған елге тағзым бағдарламасы бойынша, рухани жаңғыру бағдарламасы, туған елге тағзым бағдарламасы бойынша өзімізге ауылға жақын солтүстік шығыс бағытта орналасқан Қызәуле қорымындағы Есет ыссы су Қызәуле қорымын зерттеу нәтижесінде облыстан жүлде орындарға жетті. Сонымен қатар Сәрсенбай Олжас дейтін оқушымызда республикалық байқаулардан жетістіктерге жетті. Және де сонымен қатар таеквондо спорттың қазақша күрестерден, жекпе-жектен ауылдың жастары жетістіктерге жетіп жатыр. Жетістіктеріміз жетерлік, және де алдағы уақытта жалғасын таба береді деп сенімдемін. Бәрекелді. Айта кетейік, дәл қазір студияда тікелей эфир нөмірі 30-34-50, өз сұрақтарыңызды жолдасаңыз болады. Сонымен қатар WhatsApp желісі де қызмет етуде. 878-994-2504 нөміріне өз сұрақтарыңызды хат түрінде жолдасаңыз болады. Жаңа ғана сіз айтып өткен құрылыс нысаны бірі ауыз су құбыры. Яғни осы құбырдың құрылысы қашан басталды, қанша қаражат кетті, қашан аяқталады деп жоспарлануда? Ауылішілік су құбырына биыл басталды, осы жақын арада. Қазіргі таңда құрылыс жұмыстары жүріп жатыр. Құрылыс нысанына қаражат облыстық, аудандық бюджеттен қаралған. Жалпы осы құрылысқа жергілікті тұрғындар тартылды ма? Жергілікті тұрғындар, құрылыс жұмыстарына жергілікті тұрғындар тартылды. Қанша енді? 3 адамымыз тартылды. Қазіргі таңда жұмысы белгілі себептерге байланысты, қазір қаржылық неге байланысты тоқтап тұр қазіргі таңда. Құрылыс тоқтап тұр ма? Қазір тоқтап тұр, уақытша, алдағы уақытта жасалады. Келесі жылға құрылыс толық нысанды аяқталып, халық игілігіне пайдалануға беріледі. Яғни осы ауыз су құбыры халықтың игілігіне пайдалануға берілсе, су мәселесі шешіледі ме? Су мәселесі шешіледі. Қазірде біздерден темір жол су Маңғыстау мекемесінен өзіміздің ауыл тұрғындары өз күштерімен тартып алып, 2009 жылдан бері қарай тартып пайдаланып, ауыл ішілік өзіміздің су желісін пайдаланып отырық. Жаңа өзіңіз бастап айттыңыз, құрылыс жүргізіп жатқан құрылыс нысандары туралы. Жалпы тағы қандай құрылыс нысандары басталады деп жоспарланып отыр?
Қазіргі таңда күні кеше сенбі күні ауыл жастары бастамасымен жаңа айтып отқан демеушілік қаражат көздерімен, демеушілердің көмегімен басталған Есет ауылындағы жаттығу залы құрылысы басталды. Алдағы уақытта ол өз мәресіне жетеді. Бұл жаттығу залына қанша қаражат кетті? Жалпы қандай үйірмелер ашылады деп жоспарланған? Бұл арада жаттығу залында қазақ күресінен жаттығу залы. Біздерде қазіргі таңда Есет ауылында тайкондо, жекпе-жек, сонымен қатар қазақша күрес, секциялар жұмыс жасайды. Енді ол ауыл жастарының бастамасымен, демеушілік ауылдың азаматтарының бастамасымен басталған құрылыс. Енді ол туған елге тағзым деген бағытта жасалып жатқан игі іс, барлығында осы игі іске атсалысуға, көмектесуге шақырамыз. Жаңа аталған үйірмелерге қатысатын жастардың қандай да бір жетістіктері бар ма? Жалпы қанша жас осы спортпен айналысады ауылда? Ауылда жекпе-жекке 12 бала қатысады. Тайкондоға мектеп оқушыларынан 20-ның үстінде бала қатысады. Тайкондо күресіне. Жетістік бар ма енді? Қандай да бір жетістіктеріміз бар. Көршілес тайкондодан көршілес Атырау облыстарына барып орын алып келіп жүр. Сонымен қатар Астанаға барып Жаннұр дейтін қызымыз. Сонымен қатар жекпе-жектен жаңа Семей қаласына барып орын алып келген оқушыларымыз бар. Осындай талантты балаларға кім қолдау көрсетеді ауылда? Талантты балаларға аудандық жастар орталығымен ауылдағы және аудандағы нелер демеуші болатын кәсіпкерлер, ауыл жастары. Ал осы жалпы спортпен айналысатын балаларға, жастарға қандай да бір жаттықтырушылар облыстан немесе республикадан келген жағдайлар болды ма? Облыстан, республикадан келген жағдай жоқ, ауылдан шыққан өзіміздің ауылдың жастары, сонымен қатар жаңа тайкондо үйірмесін ауылға келін болып түскен Айна дейтін қарындасымыз жүргізіп отыр. Ауданнан келді ол кісі. Ал ауылда шешімін таппай тұрған қандай мәселелер бар? Осы биыл немесе келесі жылы бітпей жүрген, қаражат мәселе шешілмей жүрген, ауылдың тұрғындарын көкейінде жүрген қандай мәселелерді атап өтер едіңіз? Және сол мәселелерді қандай шешу жолдары жүріп жатыр? Қазіргі таңда ондай өзекті мәселе жоқ деп ойлаймын. Енді ол былтыр басталған жоғары кернеулі ең өзекті мәселе. Біздер темір жол 5 мекемесіне алатын едік. Енді қазіргі таңда тұрғын үй салынады. Сонымен қатар жаңа тұрмыстық бұйымдардың көп қолдануына байланысты тоқ жетіспеушілік болатын еді. Ең бір күрделі мәселеміз осы еді. Ол да өз несін тауып, құрылыс жұмысы басталып, биыл аяқталуы керек. Қазіргі таңда жұмыстары жүріп жатыр. Сонымен қатар су мәселесі. Ол да су, ауылішілік су құбыры. Ол да қазір шешіліп жатыр. Алдағы уақытта халық игілігіне пайдаланса, ең өзекті мәселелердің бірі осы су мен тоқ, тіршілік көзі су дейміз, онымен қатар жарық. Осы бізде қазір мен өзім пікірімде, енді халықтың көкейінде өзінің ойы бар шығар. Басқа өзекті мәселе жоқ деп ойлаймын. Жаңа өзіңіз айтып өттіңіз, су тіршілік көзі деп. Осыған дейін су мәселесі болса, яғни тұрғындар қалай суды жаңа жетістірді? Темір жол су Маңғыстау мекемесінен алдық. Осы уақытқа дейін қазірде алып отырық, пайдаланып отырық. 2009 жылдан бастап ауыл ішілік, ауылдың тұрғындары өз күштерімен сол құбырды тартып, үй қазіргі таңда сол суды пайдаланып отырық. Ол ешқандай қазір судан су тапшылығы жоқ деп ойлаймын. Тапшылық жоқ, иә. Ал жарықтандыру мәселесі қалай енді қазір? Көше жарықтары жарық па жалпы ауылыңыздың көшелері? Көшемізде жарық бар. Көшеде ауыл ішілік көше шамдары бар? 18 бағдар шам бар. Сонымен қатар орталықта жаңағы Есет фельдшерлік акушерлік пункті мен әкімшілік ғимаратының алдында 9 бағдар шам бар. Қыс айларында енді мектептің, әлеуметтік нысандардың сырттарына жарық нелерді көбейтеміз. Балдардың жаңа қауіпсіздігіне, тұрғындардың қауіпсіздігіне қарай қазіргі таңда енді жаздың күндері айырып қоямыз да. Қыста, күзден бастап жарық мәселесін қолға аламыз. Рахмет. Ал қоғамдық көлік мәселесі жалпы осы аудан орталығына тұрғындар қалай қатынайды? Аудан орталығына қазіргі таңда аудан мен екі орта өздеріңізге белгілі 60 километр, 60 шақырым.
өздерінің тұрғындар өз жеке автокөліктерімен барады. Және де сонымен қатар енді ауылда сол нәпақасын сол ауыл тұрғындарын тасып такси қызметін көрсетіп жүрген 3-4 азаматымыз бар. Солар қол жетімді бағада, енді 500 теңге адам басына, бару келу 1000 теңге. Сонымен тасып жалпы енді орталыққа қатынасып микроавтобустар немесе газель көліктерін шығару ойда жоқ па? Қандай да бір кәсіпкерлер, азаматтар осындай ұсыныс тастаған жоқ па? Ұсыныс тастаған ешкім жоқ. Оны шындығы керек, оны жеке көлікпен барлығына дерлік. Қазір енді бір үйде бір автокөліктен бар деген есептеміз. Жаңа өзіңіз бастадыңыз ауыл жастарының спорт үйірмелеріне қатысатын. Жалпы жастар тағы қандай осы уақытын өткізетін жерлер бар ма? Саябақтар бар ма? Ауылда мәдени үйірмелер бар ма? 2007 жылы салынған ауылдық клубтың саябағы бар. Ауылдық клубта және сонымен қатар мектептің спорт залында ауыл жастары бос уақыттарын өткізеді. Ал қазір жазғы каникулда мектеп жасындағы балалар не істеп жүр? Қазір мектеп жасында оларға не қарастырылған? Жақын арада осы лагерь болып өткен мектептің жанынан, соған әлеуметтік жағынан аз қамтылған және де көп балалы отбасылардан құралған 15 бала қатысып, қазіргі таңда сол тек қана 15 бала ма? Енді бала санына қарай ғой. Жалпы мектепте сіздерде қанша бала оқиды? Мектепте барлығы 174 мектеп алды дайындығын сынып қосқанда 174 бала. 174. Ал осы 15 баланың лагерге баруы аздық етпей ма? Өзіміздің есет мектеп балабақша кешен жанынан құрылған лагерь ғой, сол жаздың күні уақытын. Жазғы демалыс аяқталғанға дейін әлі жұмыс жасайды, иә? Жұмыс жасайды. Немен поток дейміз ғой, бөліп көлікпен жұмыс. Ауылда мал шаруашылығы қалай дамуда? 5 шаруа қожалығы бар. 5 шаруа қожалығы бар. Сонымен қатар қазіргі таңда енді барлық жеке тұрғындардың өзінде мал ұстайды. Енді ауылдық жерде тұрғаннан кейін тіршілік енді бір мал ұстайды қазір. Негізі кәсіп көзі мал шаруашылығы. Кәсіп көзі мал шаруашылығы, темір жол саласы біздерде. Мал барлық үйде дерлік ірілі ұсақты малдары бар. Осы мал ұстап отқан тұрғындарға жем-шөп мәселесі қалай шешілуде? Су мәселесі? Енді қазіргі таңда енді жердің қуаңшылығына байланысты көршілес Ақтөбе облысы Ойыл ауданынан жақын арада осы шөптер келіп бір түгін 600 теңгеден сатып жатқан. Енді жемді де сол Қостанайдан Бейнеу астық терминалынан алып беріп көмектесіп отырық. Ол жем шөптен қазіргі таңда ешқандай мәселе жоқ. Осы кәсібін өркендетемін, мал шаруашылығын көңіл бөлемін деген тұрғындарға қандай көмек беріліп жатыр ма? Қандай да бір жеңілдіктер немесе несие? Қазіргі таңда енді біздің ауылдан енді мал шаруашылығын дамытамын деп былтыр Сәнім шаруа қожалығы құрылды. Сонымен қатар көршілес ауданнан Ахмет шаруа қожалығы, сонымен қатар енді ауылдан Бейнеу ауданынан келіп шаруашылыққа несиесін алып, қазіргі таңда бір тұрғын жұмысын жүргізіп отыр ауылда. Несие алам, мал шаруашылығын дамытам дегенге қазір өздерің білесіздер дамудан, сонымен қатар әлеуметтік бизнес бастау дейтінен барлығынан дерлік көмектер бар. Келсе түсіндіріп айтамыз, жұмысын жүргізуге көмектесеміз. Осы дамудан жаңағы көмек келсе көмектесеміз енді, сұрап келсе. Енді орталықта осы даму кәсіпкерлікті қолдау қорының қандай да бір филиалы бар ма, бөлімшесі? Ауданда бар ғой, Атамекен кәсіпкерлік палатасы бар, сонымен қатар жұмыспен қамту 20-20 бағдарламасының ішінде азаматтар мен азаматшалар бар. Тиісті мәселелер бойынша түсінікті сұрақтарына барлығына жауап беріп отырған. Ауылда жалпы тас жол мәселесі қалай? Ауыл ішілік жолдар? Жалпы енді ауыл ішілік жолы біздерде енді Атырау Ақтау бағытындағы тас жолдан кірме жолымыз километр жарым кірме жол. Енді грейдер дейміз ғой, қатқыл табанды жол. Оны жылдағысын көктем айларында жазғы тұры тегістеп
өзімізден. Сонымен қатар әкімшілікпен ауылдық клубты жалғайтын 300 метрдей асфальтымыз бар, кішкентай. Ауыл ішілік жол енді тегіс деп айтуға болады қазіргі таңда. Оны енді шамамыз келгенше көршілес ауданнан, болмаса Боранқұл ауылынан автогрейдер, басқа да техникалар алдырып, тазалап, тегістеп отырамыз жылма-жыл. Жаяу жүргіншілер жолы салынған? Жаяу жүргіншілер жолы бар, барлық ауылды ішінде. Бар, иә? Жеткілікті сонда? Жеткілікті. Енді жетпейді қалып атқан ауылдар бар, оны алдағы уақытта. Ауылда бір амбулаториялық пункт бар. Онда маман жеткілікті ме жалпы? Дәрі-дәрмек тапшы емес па? 2015 жылы салынып пайдалануға берілген жаңа ғимарат. Онда қазіргі таңда осы жақында ғана Ақмарал дейтін қарындасымыз келіп жұмысқа орналасты. Өзінде апта көлік 5 адам қызмет жасайды, қарауылы бар, медбикесі бар, және жастар практикасынан келіп жұмыс жасап жатқан ауылдың келіндері бар. Маман тапшылығы жоқ деп айтам. Сонымен қатар онда күнделікті науқастарға берілетін дәрі-дәрмектер жеткілікті. Көрерменнен келген сұрақ бар екен. Жалпы халыққа қызмет көрсету қаншалықты деңгейде дейді? Халыққа қызмет көрсету қаншалықты деңгейде болғанда, қазір енді біздер ЕГОП-KZ өздеріңізбен өзіне өзі қызмет көрсету орталығын мектепте және сонымен қатар әкімшіліктің ішінде ашып отырық. ЕЦП үшін аштырып, мобильдік ұялы телефон тіркетіп, сонынан қызметін жасауға болады. Интернет желісі ауылда барлық жоғары деңгейде жұмыс жасайды. Жақында осы мектептігінде 20 мегабайтқа көтердік. Барлық үйде бар. Сонымен қатар Теле2 Билайн байланыс желілері жұмыс жасайды. Соның ішінде Теле2-де аш дейміз ғой, енді заман несіне қарай сол қызметтерін жасап, барлығында дерлік қазіргі заман талабына сай қолжетімді деп айталам. Осы яғни ғаламтор желісі толықтай жеткілікті деп отырсыз ғой, ғаламтор мен ауыл қамтылған? Толықтай жеткілікті. Енді қазіргі таңда сол бізде 25 үйдей АТС дейміз ғой, қазіргі үй телефонына қосылмай қалған үйлер бар. Енді ол мәселе қылып жоғарыға Қазтелеком мекемесіне мәселе қылып қойғанбыз. Кабельдерін ауыстырып, сол үйме-үй, барлық үйге жеткізу жөнінде. Тағы бір көрерменнен WhatsApp желісіне сұрақ қойған екен. Жалпы бір ыстық жаңағы демалыс орындары сондай бір жағдай жасалама дейді тұрғындарға? Сұрағын түсінбедім. Яғни тұрғындар демалатындай жағдай жасалама дейді. Демалыс орындары немесе бір шағын ауылда ма? Иә. Енді ол тұрғындардың бұл сұрағы жаңағы айтып отқан Ақерке дейтін қарындасымыз қорғады, туған өлке бағдарламасы бойынша. Соны енді сол бағытта жалпы енді бізден жаңағы айтып отқан 7 шақырым жердегі Ысқызәулие қорымының жанында орналасқан Ыссы Фонтанның ыссы су дейміз. Оларға ол шілде айынан тұз айы басталған кезде келушілер саны көп. Бір күнде мысалы 300-400 адамдай келеді. Сол жерге Боранқұл ауылында меценат Жәуперов Мұрат дейтін ағамызға қолқа салған болатынбыз. Ауылға сол халыққа жалпы ел игілігіне пайдалануға үлкен санаторлық орталық ашу жөнінде ұсыныс тастаған болатынбыз. Оның да қазір жобалық сметалық басқа да құжаттары дайындалып жатыр. Сол жүзеге асып ары қарай пайдалануға берілетін болса, енді ол арада үлкен демалыс орны болады. Жаз айларында адамдар, тұрғындар жалпы енді басқа да қонақтар келіп, неге суына түсіп, демалып, сол арада емделіп қайтуына болады. Яғни тұрғындардың бұйырса демалатын орны болады дейсіз ғой? Сонымен қатар енді демалыс орны сол болады. Айта кетейік, көрермендер, жаңа айтылған сіздерге WhatsApp желісі тек қана хат түрінде өздеріңіздің сұрақтарыңызды жолдай аласыздар. Яғни телефон шалмасаңыздар болады. Тағы бір сұрақ, бұл ауылда жалпы
егін мәселесі қандай? Яғни егін шаруашылығымен айналысып отқан қандай да бір тұрғындар бар ма? Егін шаруашылығы болғанда ауылда жаңа айтып отырмын ғой, өздері жалпы осы азық-түлікті осы аудан орталығына әкеліп отырсыздар ма? Аудан орталығынан және көршілес Жылой ауданынан, Атырау облыстарынан келіп азық-түлікті бізге тасымалымен келеді. Ауданнан, сосын көршілес Атырау облысынан. Енді егін шаруашылығына келетін болса, жаңа айтып отқан 2009 жылдан бастап, ондан бастап әр үйге су жүріп деп отыр ғой. Қазіргі таңда енді сол бау-бақша, сонымен қатар жеміс-жидек ағаштарын отырғызып, тұрғындар өздері қызығушылық танытып жатыр. Егін салып, былай халыққа шаруашылық ашып отқан ондай кәсіпкерлер жоқ біздер. Жаңа ғана негізі біз айтып кеткен болатынбыз, амбулаториялық орталықтың жұмысы туралы, алайда тұрғыннан жаңа ғана бір сұрақ келді. Яғни бұл медпунктте врач жетіспейді, қазіргі жұмыс жасап отырған адам өз маманы емес дейді, терапевт врач болса дейді. Оған қалай жауап берер едіңіз? Тұрғыннан келген сұрақ. Оған енді мен жас маман келген. Білмегені болса үйренеді. Оны енді мен оны тұрғынның сұрағына жақында келген адам ғой. Бітіріп келген маман, жас маман. Бұрынғы жасап отқан адамымыз басқа жаққа қоныс аударуына байланысты. Орнына енді келген жас маман жақында ғана келді. Оны келген адамға, жас маманға өзегінен теуіп, сен жасай алмайсың дегенде ол артықтау болуы мүмкін. Қай саланы енді маманы емес дегеніне қарағанда қандай бітіріп келіп отыр? Акушерлік, фельдшер, акушер. Енді болашақта білікті маман тарту ойда жоқ па? Енді оны қандай да бір жағдайын жасап, дәрігер тапшы болса? Дәрігер тапшы деп айта алмаймын. Енді біздерде ол медпункт дегеннен кейін алғашқы медициналық қызмет көрсететін орталық. Ол емдемейді. Мысалға, олған күндіз түні жатқызбайды медпункттің ішінде. Сонда тұрғындар дұрыс түсіністікпен қарау керек. Ол келген маман білмегені болса үйренуі мүмкін. Болмаса білімін жетілдіруі мүмкін. Ол акушер, гинеколог, фельдшер, акушер ма, гинеколог жаңа. Бітіріп келген адам. Ал ауылда тазалық мәселесі қалай? Жалпы ауыл таза ауыл деп айта аламыз ба сіздерде? Енді 100% қазіргі таңда таза деп айтуға болмайды. Өздерің білесіңдер, тұрмыстық қатты қалдықтар, біз бір жағымыздан темір жол, бір жағынан автожол, одан қалды тұрғындардың өзінің салғырттығымен 100% таза деп айта алмаймын, бірақ енді ай сайын, жалпы көктем сайын тазартып, соны жоюға тырысамыз. Акимат сервис мекемесінен арнайы техникалар келіп, жақын арада жұмыстарын жүргіздік. Ауылдың ішіндегі күл, қоқыс, тұрмыстық қатты қалдықтар, көң, қи дейтін өзіңіз ауыл соларды шығарып, қазіргі таңда енді 100% демегенмен 70%-ға таза деп айта аламыз. Ал көгалдандыру, абаттандыру мәселесі қалай? Көгалдандыру, абаттандыру мәселесі. Қанша жасыл терек отырғыздыңыздар? Биылғы таңда, қазір биылдың өзінде 600-дің үстінде ағаш ектік. Орталық жаңа айтып отқан саябағымыз бар. Клубтың жанында сол араға мектеп оқушыларына, мектеп бітіретін түлектерге отырғызып, және де сонымен қатар мекемелерге бөліп әр мекемеге 100 талдан, 150 талдан аласыңдар, егесіңдер деп тапсырма берілген болатын. Сонымен егіліп, қазіргі таңда жайлап өсіп жатыр. Тұрғындармен жиі бас қосасыз ба? Жалпы жиналыс, жиындар, тұрғындардың арыз шағым тыңдап жиі жасайсыз ба? Жасаймын. Жасайсыз, иә? Көбінесе қандай тұрғындар қандай шағым айтады? Тұрғындар өздерінің жеке мәселелерімен келеді. Жеке мәселе болғанда мысалға жұмыс сұрауы мүмкін, басқа да мысалға жем-шөп мәселесі болады. Ауылда қанша адам жұмыссыз? Қазіргі таңда бізде тіркелген 21 адам жұмыссыз. Енді оларды жұмысқа тұрғызу енді олар жұмыссыз болып ресми тіркелгенмен үйінде мысалға малына болмаса басқа да шаруаларына қарап отқан адамдар бар.
малына қарап отырған, яғни нәпақасын тауып нан жеп отыр дейсіз ғой? Иә, мүлде жұмыссыз. Мүлде жұмыс жасамайтын Біздердің отбасылар бар ма? қазіргі біздің неміз, ұстанып отқан неміз, бір үйде бір адам жұмыс жасау дейтін қағиданы қолға алып жұмыстанып отырық. Ал ауылда балалардың ойын алаңқайлары бар ма? Ойын алаңқайлары бар. Бар, иә. Мектепте сонымен қатар балалар ойын алаңы, жаңа ауылдық клубтың жанында футбол алаңы сонымен қатар құрылған. Ауылда осы рухани жаңғыру бағдарламасы аясында іске асқан қандай да бір шаралар бар ма? Яғни рухани кештер, немесе қандай да бір ақынмен кездесу? Ақынмен кездескен. Мектепте ұйымдастырдыңыздар ма осындай Мектепте шараларды? туған елге тағзым, және де сонымен қатар мектептерде кештер, селолық клуб, кітапханада кештері болып жатыр. Сонымен қатар жаңа ауылдық клубтарда кештер өтіп жатыр, рухани жаңғыру бағдарламасы бойынша. Қандай кештер енді өтіп жатыр, кештер өтіп жатыр? Әдеби танымдық кештер алдағы уақытта осы жақында ғана 60 жылдығын тойлаған Айнахан Есет апамызбен кездесеміз деп жоспарлап отырған. Енді ол ертең мектеп оқушылары күз мезгіліне қалдырып отырық. Мектеп оқушылары каникулдан шығып келгеннен кейін рухани жаңғыру бағдарламасы бойынша ауданымыздан шыққан ақын Айнахан Есет апаймен кездесіп, өзімен де келісіп сөйлесіп қойғам қазір таңда. Жалпы биылға қандай жоспар бар? Биылға біздерде енді рухани жаңғыру бойынша туған елге тағзым, жаңа қолға алған бастамамыз спорт жаттығу залының құрылысын бастау. Басталды ғой, енді соны бір аяқталмағанмен бір мәреге жеткізу. Басқа қандай мысалы? Сосын жаңа санаторлық орталық, енді соған көмектесуіміз керек. Судың жанынан құралатын. Рахмет жауап бергеніңізге. Келесі бізде шыныңызды айтыңыз айдарына кезек берейік. Бұл жерде қысқа нұсқа сұрақтар қойылады. Сіз тек иә немесе жоқ деп жауап беруіңіз керек. Неше кеттік. Бүгін барлық сұраққа шынайы жауап бердіңіз бе? Иә. Кітапты көп оқисыз ба? Иә. Несиеңіз бар ма? Жоқ. Әлеуметтік желіде парақшаңыз бар ма? Жоқ. Өзге әкімдерден ерекше болғыңыз келе ме? Жоқ. Балаларыңызға қаталсыз ба? Иә. Әкім болғалы сыйлық алып көрдіңіз бе? Жоқ. Ашушаңсыз ба? Иә. Телефонды көп қолданасыз ба? Иә. Ұзақ жыл әкім болам деп ойлайсыз ба? Жоқ. Тамақ дайындап білесіз ба? Иә. Өзіңізді жалпы осы өмірде бақыттымын деп ойлайсыз ба? Бақыттым. Өзге әкімдерден ерекше болғыңыз келе ме? Жоқ. Рахмет шынайы жауап беріңізге. Енді бағдарламаның соңына таяп қалдық. Түйін сөзді өзіңізге берсеңіз, яғни тұрғындарға, ауыл тұрғындарына айтатын қандай да бір тілегіңіз болса, сізге рұқсат. Барлықтарыңызға да жақында ғана ораза ай аяқталды. Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Жұртымыз аман, еліміз тыныш, бастарыңыз бүтін, бауырларыңыз аман болсын дегім келеді. Басқа тілегім жоқ. Басқа ешқандай тілек айтпайсыз. Рахмет сізге. Бүгін студия төріне келіп, өзіңіздің осы Есет ауылының әлеуметтік экономикалық жағдайын айтып, тұрғындардың мәселесін шешуге, мәселесі туралы ортақ ой бөліскеніңіз үшін сізге Ескендір Бердібекұлы рахмет айтамыз. Ауыл қазақтың алтын бесігі, түп төркіні десе қателеспеген болар едік. Ендеше менің тілегім әр ауылдың ошағы сөнбей, шаңырағы биік болсын. Назарларыңызға рахмет. Рахмет.